Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлтынай. Бүгін біз отбасымызбен паркке келдік. Паркте бүгін адам өте көп екен. Негізі осы паркке келіп, үйдің жанындағы парк қой, бір айналып түсіріп адамдарды көрсетемін деп ойлаған едім, бірақ адамдардың көптігінен масканы шешіп түсіруге ыңғайсыздандым. Қазірдің өзінде маска шешіп тұрған адамдар қарап өтіп бара жатқанға ыңғайсыз екен негізі, бірақ бейнежазба түсіргім келіп тұр, себебі айтқым келетін әңгіме бар деймін, сіздерге бір айтып жеңілдеп қалайыншы деп отырмын. Тақырыпты көргендеріңіздей, Құлтынай стресстен қалай айырылады, депрессиядан қалай жояды деген тақырып. Яғни қазіргі уақытта Кореяда соңғы жаңалықтарды қарасаңыздар, аптасына бір рет әншілер мен актрисалар, ютуберлер немесе тағы да басқа актерлар, жас адамдар көбінесе өз-өздеріне қол жұмсап қайтыс болып жатқан жаңалықтарды өте көп естиміз. Атақты адамдардан да бөлек қазіргі таңда шыны керек, кәдімгі қарапайым халықта мына вирусқа мынандай жағдайларға байланысты қарапайым халықтар да өз-өздеріне стресс алып қол жұмсап жатады. Мысалға біреулер бизнес банкротқа ұшыраған жандар немесе жай ғана стресстен, сол үшін осындай жаңалықтарды көріп отырып неше түрлі ой келеді. Тіпті Кореяда қазіргі соңғы уақытта заң шықты. Қандай заң шықты? Naver деген атақты сайт бар. Сол сайтқа атақты адамдар, актерлар мен әншілер, ютуберлер жайында, спортсмендер жайында мақала жазылатын болса, ол мақаланың астына комментарий жазылмайтыны көп қойған. Яғни сол комментарий арқылы адамды өлтіретін де, адамды өшіретін де неше түрлі комментарийлар жазылады. Соны оқып көтере алмай қайтыс болып қойып жатқан атақты жандар өте көп. Қазақстанда комментарий пікірлерді қалай жазады? Қалай бар, қалай ойлайды, солай жазады. Ол жаман болсын, ол жақсы болсын. Ал Кореяда жаман сөзді, прям Қазақстанда даже маған жазылатын пікірлердің ішінде өліп қал, асылып өл деген неше түрлі сөздер бар, Ал Кореяда олай жаза алмайды, неге? Себебі заңмен қудаланады. Бір сөз үшін ол штраф төлеп немесе қамалып кетуі мүмкін. Сол үшін кәрістер қалай жазады? Айналдырып, прям адамның жанынан өтетін сол сөзді айналдырып жазғандықтан соған шыдай алмай адамдар өз-өзіне қол жұмсап жатады. Ал сол үшін бұның мемлекеттен шығарған жаңа заңы деп айтуға болады. Неге өз-өздеріне қол жұмсайды? Неге ондай? Себебі қазіргі атақты әншілер болсын, актерлар болсын, жалғыз тұратын адамдар өте көп қой. Сол жалғыз тұратын жандар шыдай алмай просто өзіне қол жұмсай салады, болды. Ал отбасылы адамдар бәрібір артын ойлайды, отбасын ойлайды, сол үшін көп қол жұмсай алмайды деп ойлаймын. Яғни маған да соңғы уақытта неше түрлі комментарийлар, неше түрлі пікірлер, неше түрлі боғауыз сөздер, қарғыс сөздер жазылады. Кейде болады сол қарғыс сөздерді скрин жасап алып, дәл осы ютубқа видеома салып тұрып, атын атап түсін түсіп тұрып көрсеткім келеді, бірақ теңдей дәрежеге түскім келмегендіктен қоя саламын. Сіздердің жақсы жаман комментарийларыңызды оқымайды емес, оқимын. Неге жауап бермеймін? Себебі айтып отырмын ғой, тең дәрежеге түскім келмейді. Жақсы комментарий пікірлерді оқыған кезде мен жай ғана не деп айтамын? Өзіңізге маған тілеген жақсылығыңыз сізге 10 есе болып қайтсын деп қана тілеймін. Ал маған жазған қарғыстарыңыз бен боғауыз сөздеріңізді оқыған кезде қалай жаздыңыз, солай өзіңізге қайтып барсын, өзіңізге 2 есе болып дейсін деген сияқты менде де ой болады. Болмайды емес, пендеміз ғой, ондай ой болады, шыны керек. Осындай жағдайларда мен қалай өзімді стресстен құтыламын, қалай депрессиядан айығамын деген кейде бір сұрақтар болады. Ең бірінші менің депрессиядан айырылуымның бір жолы, біріншісі ол әрине мен ащы жегенді ұнатамын. Ащы жесем жеңілдеп қаламын. Қазір Кореяда жаңадан бір пульдакокум рамен деген шыққан. Соны жесем, мен кәдімгідей ашуланған бір ренжіген бәрін ұмытып кететіндей сергіп қаламын. Жолдасым екеуміз соны бірге жеген кезде, жаңадан шыққан кезде, жарнама емес, жаңадан шыққан кезде жолдасым екеуміз бірге сатып алып жегенбіз. Сол кезде жолдасым біреуін ғана жеп, болды, су ішіп, жүгіріп, ықылық тиіп сондай бір көтеп тұрмын. Ал мен соңына дейін тағы жегім келіп жатыр деп айтсам, сен кәріссің ба, мен кәріспін ба деп күледі. Өйткені жетер азаматтар ащы жей алмайтынын біледі ғой. А мен соны жесем жеңілдеп қаламын. Кәдімгідей бүкіл ашуланған ренжігеннің бәрін ұмытып кетемін. Келесі менің жеңілдеуімнің бір амалы, ол әрине мен ғана емес, көптеген қыз балалар, әйел адамдар сондай шығар, біз үйде уборка жасаймыз, генеральный уборка жасап, таза тұрған киімдердің бәрін шығарып тастап, қайтадан үтіктеп, таза тұрған пастан шығарып, қайтадан жуып сөйтеміз. Кейде жолдасым айтып, мен үйді жинап жатсам, жолдасым жүгіріп келіп, маған ренжіп қалдың ба, бір нәрсе болды ма, неге ашуланып жатсың деп айтады. Ол біледі жолдасым, себебі мен себепсізден себепсіз үй жинайтын болсам, мен ашулымын, мен бір нәрсеге жынданып тұрғанымды. Сондай жағдай болады, тіпті өлеңді айқайлатып қойып, сол әнмен қосыла жарыса айтып жүріп жинасақ, жеңілдеп қаламыз. Жақсы жері ашуым басылған кезде, жынданғаным басылған кезде
үйім тап-таза, посудам тап-таза болады. Жаман жері бүкіл энергияң құрып шаршап қаласың дегені болмаса, одан кейін әрине мен стресстен жеңіл жеуімнің, рахат алуымның тағы бір себебі ол дәл осындай паркке шығып, қолыма ыстық кофені алып 15 минут 20 минут рахаттанып аралап қайтсам, мен жеңілдеп қаламын. Бүкіл ойымды күн сәулесінің астында жүрсем, мен кәдімгі жеңілдеп, сіздерге ренжігенімде кейде есімнен шығып кетеді шыны керек. Одан кейін әрине ол ең бірінші менің балам, біздің балапанымыз. Мама деп жүгіріп кеп мойныма асылып, немесе еркелеп жатса, менің оқыған жаман қарғыстарым, боғау сөздерім бәрі есімнен шығып кетеді. Шынымен де. Сол үшін де ойлаймын кейде бала шағасы бар, отбасы бар жандар бұндай ауыр сөздерді, ауыр пікірлерді көтеру оңайырақ, себебі есінен шығып кетеді бәрі. Көресің, оқисың, бірақ есіңнен шығып кетеді. Ал жалғыз тұратын жандар соны көтере алмай қалуы әбден мүмкін деп ойлаймын. Одан кейін әрине сіздердің жақсы пікірлеріңіз, сіздердің қолдауларыңыз, сіздердің қорғауларыңыз, сіздердің алғыстарыңыз бен тілектеріңіздің арқасында, сіздердің құлпынай ақпараттың пайдалы болып деп жазуларыңыздың арқасында мен кәдімгідей рахат аламын. Мен ары қарай тағы да видео түсіргім келеді. Мен жаңағыдай жағынан боғауыз қарғыс комментарийларды есінен шығып кетеді сіздердің сондай тілектеріңізді оқыған кезде. Әсіресе ақ жаулықты аналар мен ағай апайлар маған қолдау көрсетіп жатқан кезде шынымен де рахат аламын. Осылардың барлығынан мен осылай стрессті жоямын. Бір ғана айтатын нәрсем, сөз сүйектен өтеді дегенді барлығымыз білеміз ғой, сөзді айтар кезде, жазар кезде ойланып барып жазсаңыздар екен деймін. Сіздердің жазып кеткен қарғыстарыңыздың боғауыз сөздеріңіз, ол сіз олын жазып жеңілдеп қалғанмен бір адамның өмірін өзгертуіңіз әбден мүмкін. Қамшының сабындай ғана қысқа өмірде бір-бірімізге қарғыс, боғауыз сөз жазғанша позитивте болайық. Пайдаң тимей ма, зияның тимесін деген сөз бар ғой. Бір-бірімізге зиянымыз тигізбейік, жоқ дегенде пайдамыз тимейтін болса, барлықтарыңызды жақсы көремін. Сіздерге айтатыным, менің стрессті жою амалым осындай. Ал сіздер қалай стрессті жоясыздар, қалай стресстен құтыласыздар? Егер сіздердің амалдарыңыз, тәсілдеріңіз болса, маған да айтатыныңыздар что мен де қолданып көрейін. А то мен де ондай боғау сөздер көп жазылатын ютуберлердің бірімін деп айтайыншы. Сондай, бейнежбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін жандарыңыз. Сау болыңыздар. Маған қолдау көрсеткендеріңізге тағы да алғыс айтамын. Сау болыңыздар.